Сәлеметсіздер ме қыз-келіншектер? Бүгін мен сіздермен осындай сап-сары болып шығатын пирогты жасау жолымен бөлісемін. Ол үшін консервідегі ананастың согын және сәбізді қолданамын. Сәбіз өте үлкен емес және кіші емес, орташа 2 сәбіз. Мен өлшеген жоқпын. Осы 2 осындай көлемдегі сәбіз тасаңыздар жетеді. Сәбізді жуып құрғатып ұсақтап ыдысымызға құямыз және консервідегі ананастың согынан 70 грамм құйсаңыздар болады. Енді бұны ұсатып дайындап қоямыз алдын ала. Ұсақтағанда өте ұсақ болу керек. Міне осылай. Келесі кукурузный крахмалдан 5 грамм, қант 150 грамм. Қанттан бұл жерде ананастың согында кішкене қышқылдық бар. Анау нелер ванильный сахар дегенді қолданбай қойсаңыздар болады. Осындай сахардан 150 грамм жетеді. 150. Келесі бізге қажетті затымыз ол ұн. Ұннан өзіңіз қандай ұн қолданасыз, соны сала берсеңіз болады. Бұл жерде менде бірінші сорт 50 килолық ұн 150 грамм қостым. Сұйық май. Өзіңізге ұнайтын қолданып жүрген сұйық майыңыздан 50 граммдай аласыз. Жұмыртқаны ағынан сарысына бөліп 4-еуін алдым мен. Үлкендеу жұмыртқа болды менде. Егер сізде сондай бір кішілеу жұмыртқа болса, онда 5-еу қоссаңыз болады. Мен 4-еу қосып жатырмын. Жұмыртқаның сарысын және ағын бөліп жатқан ыдысымыз міндетті түрде құрғақ болу керек. Сосын оған 2 грамм 3 граммдай тұз қосып жібереміз. 1 шымшым дейді ғой. Солай. Егер сізде үйдің жұмыртқасы ма, магазин жұмыртқасы ма көлемі кіші болса, 5-еу қоссаңыз болады. Мен бұл жерде үлкен болғандықтан 4-еу алдым. Жұмыртқаның ағын араластырып жатқан кезде әуелі тұзбен араластырып алып, одан кейін қантты салып араластырамыз. Араластырған миксерлеп жатқанымызда аппаратымыздың скоростын жоғары көтермейміз. Ең төмен скороспен айналдырып дайындап аламыз. Белок дайын болған кезінде ыдысты былай төңкеріп, ары-бері қозғағанда ол өзінің қозғалмай жақсы тұрады. Сол кезде дайын болады. Дайын болғанда кукурузный крахмалды 5 грамм қосып жіберіп, онда араластырамыз. Араластырып жатқан кезде өзі жылтыр осындай түске енеді. Сол кезде дайын болды деген сөз. Не осылай дайындап бір шетке қоямыз. Енді сарымызды араластырамыз. Бірінші тұзбен, одан кейін қантты қосып араластырамыз. Жылтықты араластырып жатқан кезде ол ақшыл сары болу керек. Миксерлегенімізде ақшыл сары болған кезінде бұған әуелде дайындап алған сәбізімізбен консервідағы жаңағы ананастың согы екеуін араластырып дайындадық қой міне. Соны қосып жібереміз. Және де сұйық майды осымен бірге қосып араластырамыз. Жылтық пен сәбізді араластырып аламыз, сұйық май үшеуін. Одан кейін белокқа ұн және де осы жылтығымызды, сәбізімізді бәрін қосамыз соңында. Осы кезде астынан үстіне көтереміз. Барлығын қосып араластырып жатқан кезімізде пешімізді 150 градусқа қосып қоямыз. Астынан үстіне көтеріп араластырып осылай
формаларымызға құямыз. Формамызға құйған кезде мынау ыдысымызды төңкергенде өзі ағып түскенді ғана құйып, қалған қалдықтарын анау неге басқа бөлек формаға құясыздар. Өйткені бұл жерде сәбіз қосылды. Түбіндегі жаңағы нелері жақсы көтеріліп шығуына кедергісін жасайды. Или басқа формаға құймай-ақ, тек аққан нәрсені ғана, қамырды ғана құйып, түбін қырып салмаңыздар. Осылай формамызға май жаққан жоқпын мен. Жай ғана осылай құйып қойдым. Және де зубочисткамен осылай ауасын шығарып жібердім. 40 минутта 150 градуста пісіп шықты пирог. Өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер міндетті түрде. Оранжевый дейді ғой, сондай түс болып шықты. 1 сағатқа жетпей жеп қойылады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.